Саламатсыздар ма? 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы байқоңырым, мақтанышым, сын, есім. Сабағымыздың тақырыбы тыңдаған материал бойынша негізгі тұстарын түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Оқушылар, біздер қазақ тілінде 9 сөз табы бар екенін білеміз. Барлығымыз бірге қайталайық. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөздер, шылау, одағай. Жарайсыңдар оқушылар, барлығымыз есімізге түсіріп алдық. Біз осыған дейін етістік, етістіктің жіктелуі, етістіктің шақтарымен таныстық. Олай болса, біздің бүгінгі тақырыбымыз сын есім. Сын есім туралы білетінімізді қорытып алайық. Мына видеороликке назар аударыңыз. Ай мектеп. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе, бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ашы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л, д, т, с жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Бұл күшіктің аты бар ма? Қазір көрейін, мойнында алқасы бар екен. Аты Вики. Жей ғой, Вики. Ол тек ақылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Иә, Вики сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді.
жақсы оқушылар. Әрмен қарай оқулығымызда 90-шы бетті ашып, 33-ші жаттығуды қарайық. Мәтінді мұқият оқы. Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы. Мәтін бойынша мазмұнын айтуға дайындал. Ғарыш кемесінде орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Бұл жерде қандай зымыран? Қуатты. Яғни қуатты дегеніміз туынды сын есім. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалынған. Үстіне жазып қоямыз. Туынды сын есім. Әрмен қарай сын есімдерді тауып жазамыз. 36-шы жаттығу. Жұмбақты жатқа жаз. Шешуін тап. Сын есімдердің астын сыз. Үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан. Бұл не? Жұмбақтың жауабын жазамыз. 37-ші жаттығу. Ұшақ түрін құрастыру. Кестедегі мәліметтерді пайдаланып, менің ұшағым тақырыбында мәтін құрастыру. Әркім оқушы жеке өзі жазады. Әрмен қарай үйге тапсырма. Қазақ тілі жай дәптерімізге мына тапсырмаларды жазамыз. Ең алдымен, мына сын есімдерден туынды сын есімдерді теріп жаз. Қысқы, атақты, жасыл, тоқсандық, жаңбыр, биік, еңселі, аласа, жаңа. Екінші тапсырма. Түбір сөзден туынды сын есім жаса. Ажар, көрік, боз, ақ, күз. Берілген зат есімдерді сын есімдерге айналдыр. Ақыл, ой, саз, дәм, су. Жарайсыңдар оқушылар. Үйге және де сын есім ережесін жаттаймыз. Есімізге тұрып қайталаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.